экологиясы. Қоғам үшін қауіпті төндіретін апаттар үш негізгі топқа бөліп қарастыруға болады. Біріншіден, табиғи қауіптер. Оған кіретін жер сілкінісі, дауыл, су тасқыны, цунами, табиғаттың күші және қуатының көрінісі. Адамның бақылауынан тыс, болжау қиын, бейімделу стратегиясын қажет етеді. Екіншісі, антропогендік қауіптер. Өнеркәсіптік апаттар, атмосфералық ластану, техногендік жарылыстар мен соғыстардан ластану болып табылады. Оған кіретін адам іс-әрекетінен туындайды, алдын алуға болады, жауапкершілікті қажет етеді. Келесі ол аралас қауіптер, яғни бұл табиғи және антропогендік факторлардың қосарлы әсерінен туындайды, яғни күрделі себеп салдарға байланысты болады, өндіріс пен табиғат өзара әсер етеді, жүйелі талдауды талап етеді. Адамзат факторы апаттаудың ушығушысы болып табылады. Табиғи апаттардың жиілігіне себепкер адам әрекеттері. Біріншіден, демографиялық жарылыс, халық санының жылдам өсуі, табиғи ресурстарға қысым арттырады. Екіншісі, қауіпті аймақтарды игеру, жағалау, таулы өңірлер мен сел соғатын аймақтарға қоныстану. Одан кейін ормансыздану, жер бетінің өтпесі жойылып, климаттық тепе-теңдік бұзылады. Жаһандық жылыну, парниктер газдар шығындысы климаттық өзгеріске туындайды. Келесі, тиімсіз табиғатты пайдалану, ресурстардың ысырапшыл тұтыну, экожүйені бұзады. Яғни нәтижесінде адам табиғи апаттар жиіленіп, адамның осалдығы мен шығындары үнемі артып келеді. Дағдарыс басқарудағы олқылықтар, жайындықтың жоқтығы, апаттарға алдын алуға дайындық, деңгейі төмен, қорғаныс жоспарлы жетілмейді. Хабарлау жүйесі, ерте ескерту механизмдері әлсіз, халыққа уақытылы жеткізілмейді. Реактивті қозғалыс, алдын алуға емес, салдарын жоюға ресурс бағытталады, және стратегияның жоқтығы, ұзақ мерзімді жоспарлау мен үйлестіруді тиімсіз жүргізеді. Шешім жолы, жүйелі басқару, алдын алу бағдарламаларды, халықты ақпараттандыру және мемлекеттік жеке серіктестіктерді қажет етеді.